Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әрбір құрамы 12 қасықтан тұратын итальяндық пирог дайындайтын боламыз. Өте нәзік, жұмсақ, воздушный болып піседі. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бисмилля деп бастаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны, бізге ешқандай миксердің де, висыйдың да қажеті жоқ. 3 жұмыртқаның үстіне 12 қасық қантымызды салып, көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Негізінде оригинал рецепт бойынша сүт қосу керек, 12 ас қасық. Мен сүттің орнына қаймақ қостым. Өте дәмді болып шығады. Он 12 ас қасық сұйық май қосамыз. Және қас ұнымызға қопсытқыш салып жақсылап араластырамыз да 2-ге бөліп. Жақсылап араластырып аламыз да бізде сұйық масса шығады. Соны мендегі 20 диаметрлік форма жақсылап құйып, бетіне қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен бетіне таңқурай салдым, бұл міндетті емес. градуста 35 минут пісіреміз. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Және бетіне сахарный пудра сеуіп, сәндесеңіздер болады. Міне достар, осылай болып пісті. Өте дәмді, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, ауызға салсаң ериді. Және таңқурайдың дәмі ерекше әдемі.